еңбекші әкімшілігінің Тәңірберген Жайлыбаев ауылына үлкен қуанышты жағдай болып жатыр. Бүгінгі күні ауылға газ келіп, газ үйге қосыла бастады. Енді Құда қаласа, алдағы уақытта әрбір семья өз үйлеріне газдарды қостырып алса, коммунизмде свет бар, жолы бар, суы бар, газы бар, 100% қамтамасыз етілген ауыл болды. Енді ауылдағы келіндер от жағып күл шығармайтын болды, Құда қаласа. Барлықтары құтты болсын. Мұны аудан басшыларына, осында ұйымдастырған, осында істеген азаматтардың бәріне рахмет. Алла өзі қолдап, өз жар болып жүре берсін. Аманшылықта, жақсылықта ауылда тек той болсын. Бізде Мақтаарал ауданында 68 елді мекен болатын болса, оның 23 елді мекеніне табиғи газ құбырлары жүргізілмеген болатын. Республикалық, облыстық бюджеттен 23 елді мекеннің құрылысына 9,5 миллиардтан астам қаржы қаралып, құрылыс жұмыстары толығымен аяқталды. 25 жылдың соңына дейін 67 елді мекен қосылған болса, бүгін бір елді мекеніміз қалған болатын. Бүгінгі таңда қазір табиғи газ беріліп жатыр. Мақтаарал ауданы осымен 100% табиғи газбен қамтамасыз етілді. Енді тұрғындарға айтарымыз, мына газды қосардан алдын арнайы Қазтрансгаз мекемесімен бірлесе отырып, солармен келісілген жағдайда табиғи газға қосуларыңызды сұраймыз.